Еңбекші Қазақ ауданы Рахат Алты округінің бірінші орта мектебі 9 сынып оқушысы Бектұрған Ажар. Тақырыбы менің кәсібім, менің бизнесім. Бизнес жоба жасыл смузи өндірісі және сату. Жетекшісі Оразбаева Гаухар. Бұл суретте көрсетілген денсаулыққа пайдалы табиғи өнімдерден жасалған жасыл смузи болып табылады. Жоба мақсаты денсаулыққа пайдалы табиғи өнімдерден жасалған смузиді өндіру және сату, салауатты өмір салтына сұранысты арттыру және де экологиялық таза дәрумендерге бай сусындарды қажеттілік жоғарылату. Өнім сипаттамасы табиғи өнімдерден дайындалатын қантсыз консервасы смузи. Негізгі ингредиенттері шпинат, микрожасылдар, апельсин, банан, йогурт немесе өсімдік сүті, тағы да басқа әртүрлі пайдалы ингредиенттер. Әрбір смузи дәрумен мен минералдарға бай, иммунитет көтереді. Қолайлы орамда, мысалы 250 немесе 500 мл сатылымға шығады. Жоба қазіргі таңда өте өзекті. Қазіргі қоғамда дұрыс тамақтануға деген қызығушылықты арттырады және де құрамында химиялық қоспалар жоқ табиғи өнімдерді трендке айналдырады. Іске асыру өндіріс процесі. Смузиді мектеп асханасында немесе арнайы бұрышта дайындаймыз. Күнделікті жаңа піскен ингредиенттерден жасаймыз. Тазалық және қауіпсіздік нормаларын сақтаймыз. Оқушыларға таныстыру жасаймыз. Мектеп жиындарында немесе мектеп парақшасында дәмін тегін ұсыну. Алғашқы күндері оқушыларға осындай акциялар ұйымдастырамыз. Арнайы акциялар 3 смузи алып, 400 тегін сияқты ұсыныстар жасаймыз. Баға саясаты: 1 стакан смузиді 500-600 теңгеге бағалаймыз. Күніне 20 стакан сатылса 10 мың теңге. Айлықта біз демалыс күндері сынамағанда 22 күнді алсақ 222 мың теңге. Бұл жоба өзін ақтай алатын жобаның бірі. Бұл жоба оқушылардың дұрыс тамақтануын қамтамасыз етеді. Мектепте қосымша табыс әкеледі. Оқушыларға кәсіптік дағдыларын үйренуге мүмкіндік береді. Экологиялық таза өнімдерді насихаттауға көмектеседі.